Oyunumuza jayasamiz. Asılın. Kelebay. Asılın. Ayhan. Yalnız. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіңдер, апай. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы ма? Тамаша. Олай болса, барлығымыз орнымыздан тұрып, шаттық шеңберін жасайық, көңіл-күйімізді көтереміз. Әнеке орнымыздан тұрамыз. Қанеке балалар? Қайырлы күн, достым. Қайырлы күн болсын. Қайырлы күн болсын. Қайырлы күн болсын. Бейсенбінің сәті. Бейсенбінің сәті. Сәттілікке толы болсын. Сәттілікке толы болсын. Тамаша, шапалақ айтыңыздар. Ал балалар, орнымызға жайғасамыз. Бізде бүгін ерекше күн. Біз ғажайып сандар әлеміне саяхатқа барамыз. Қазір тақтаға назар аударыңдар. Сендерге таныс тақырып бұл. Реш табамыз. Бірге санаймыз. 1-ші аялдамаға келдік біз. Бұнда бізде сандар мен тапсырмадар. Бұл таяқшаларды алып, демімізді тоқтатып, сорып, санды орын-орнына қоя қоямыз. Кімде қандай сан алдында, сол санды жинаймыз. Қанеки балалар, таяқшаны ала қойыңдар. Апа, не растягиваем. Я.
созуға да болады. И у меня. Эмир, ал. Міне. Өз санымызды жинаймыз. Іздейміз балалар. Кімде қандай сан? Апа, не получается. Анеке, сен басқа ұшымен алсаң, сонда жақсы шығады. Міне, үрме. Қатты тарт. Деп демімізді тоқтатып. Міне, шықты әне. Қоя ғой. Келесі. Ізде, өз саныңды ізде. Кім көп жинайды? Өз санымызды жинаймыз. Жинап болғасын, кім қандай санды жинағанын айтып өтеді. Айтамыз, қатты айтамыз, е сосын. Қанеке, Эмир жинадың ба? Тамаша. Эмир, не болды? Сен жетіні жинайды сонда. Лейла алдың саған жинау оқын өткесіпті. Жетіні жинап. Куда-то мне руками отрубкой. Даяқшамен. Папа, он ничего не понял. Жақсы болды, тоқтаймыз. Тамаша, тоқтаймыз. Таяқшаларды қоямыз. Қол жанында. Қоямыз. Асылжан жетеді. Қоя ғой. Тамаша. Біреу қалып қойды ма? Қане, ала қой жарайды. Болды, тамаша. Керемет, Асылжан. Рахмет, Асылжан. Қанеке, таяқшаларды қоямыз. Кімде қандай сан түсті? Айтып өтеміз. Меруерт, сенде қандай сан? Қандай санды жинадың сен? 1, 2. Қазақша санаймыз. 1. Тағы біреу қалды ма? Сала ғой, болды. Тамаша жетеді. Лейла, сенде қандай сан? 1, 2. Айлин. Қазақша айта ғой. Қандай сан? 4. Ялма, 6. Тамаша. Қанеке, Ася, сенде қандай сан? Қане, аша ғой. Қандай сан? 1. Ася, ялма. Айта ғой, шатыр айта ғой. Почитай пальцы. Айта ғой. Жақсы. Балалар, көмектесейік Асияға. Асияға көмектесеміз. Бұл қандай сан? 8 саны. Асия ұмытып қапты, е? Ештеңе етпейді. Айғаным, сен қандай санды жинадың? 4 санын жинапты. Расул, сен қандай санды жинадың? Қанеке, қандай сан? Расул. 3 санын жинапсың. Тамаша, керемет. Таяқшаларды маған беріңдерші. Қанеке, Айлин, сен қандай санды жинадың? Көрсете ғой. Қандай? 2 санын жинады. Тамаша, Расул. Болды, қойыңыз. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді вагонды тіркейміз. Келесі аялдамаға аттанайық. Қанеке, кеттік, пойыздың вагонын тіркейміз. Тұра қойыңдар, балалар. Ал балалар, бұл аялдамада бізде тапсырмада жоғалған сандарды табу керек. Қанеке, алдарымыздағы қағазға назар аударайық. Міне, бұнда сандар 1-ден 10-ға дейін сандар берілген. Араларында бос ұяшық бар. Осы ұяшықтың ішінде қандай сан болу керек екен тауып жазамыз. Қанеке, қолдарымызға маркерді аламыз. Біріншіден санап шығайық. 1, 2, 3. 3-ті жазамыз. Лейла, қанеке, қарай ғой.
Санаймыз. 1, 2. Бос яшықта қандай сан болу керек? 3 болу керек. Яғни жаза. Назар ал. Тамаша, Айлин, таптың ба 3-ті? Жақсы, керемет. Жазамыз. Келесі 4. 4-тен кейін. Кәнеке, Эмир, қараймыз. Назар ал. Сендерде шарлар бейнеленген. Шарларда бос шарға санды жазамыз. Міне қара. 1, 1-ден кейін 2, тамаша, 2-ні жаза қоямыз. Кәнеке, ал қолына. Шардың үстіне 2-ні жазамыз. Меруерт, қарай қой. Сенде бос шарларда санды жазу керек. Кәнеке, 1, 1-ден кейін Меруерт, ойлана ғой, міне қара. 1 қонжық, 2 қонжық, 2 болады. 2-ні осы жерге жаза қоясың. Айғаным, сендер тапсырманы достыңдар, е? Тамаша, Нәсия жазып қойды. Енді келесі астындағы суретке назар аударамыз. Жаза ғой, жаз. 7-ден кейін. 8, тамаша. 9, 10. Тамаша, бірақ сен 1-мен 0-ді орнымен ауыстырып не? Тамаша, балалар, барлығымыз тапсырманы орындап шықтық. Ал енді келесі тапсырмаға көшеміз. Бұл тапсырма топтық жұмыс болады. Қанеке балалар, суретке назар аударамыз. Бізде мұнда бір жақтан сандар берілген, келесі жақтан қол. Алақан, е? Алақанда 1, 2, 3, 4, 5 саусақтармен санды көрсетіп тұр, е? Енді біз дұрыс жауабын тауып, оны сызықпен суретіне апару керекпіз. Міне, мысалға, бір қайда апарамыз? 1-ді сызықпен. Тамаша, енді барлығымыз бірге жұмыс жасаймыз. Тапсырманы түсіндік пе? Лейла? Иә, түсіндік, е? Қанеке жасаймыз. Айлин. Қанеке балалар қараймыз. Бұнда сендерде тапсырмада түс-түсімен машинды өз үйшігіне апару керек. Тамаша, Эмир, әне жасыл машинды жасыл үйшікке апарды. Меруерт, бұндағы машиндерді түс-түсімен үйшікке жеткізуіміз қажет. Қанеке? Тамаша, ары қарай жұмыс жасаймыз. Асия, Айғаным, машиндерді үйшікке апарамыз. Тамаша, Эмир. Ал балалар, тапсырманы өте жақсы, керемет орындадыңдар. Ал енді біз шаршамас үшін бойымызды жазып, серігіп алайық. Қанеке балалар, назар аударамыз.
Бұл тапсырмада біз шарлармен жұмыс жасаймыз. Шарларымыз түрлі түстерді атап, мен бір орналастырып берем. Сендер өз тақталарында менің ретіммен орналастыру керексіңдер. Түсінікті ме айғаным? Қанеки, қарап аламыз. Мен қазір ретті жасырамын. Сендер ол ретті естеріне сақтап, өз тақталарына жасау керексіңдер. Сары, жасыл, көк, қызыл, сары, көк. Қанеки, ал енді өз тақтамызға жинай бастаймыз, қыздар. Қарап алды. Қане, қандай ретпен? Жинаймыз. Естеріне сақталайық. Қандай болды? Қане естеріне түсіндіңдер? Желтый. Ал қанеки балалар, тапсырмамызды тамаша, керемет жарайсыңдар балалар. Қанеки мына топта жарайсыңдар. Тамаша, өзімізге қол соғып қояйық. Ал енді осындай жақсы тапсырманы орындадық. Келесі тапсырмаға көшеміз. Жарай ма? Қанеки, келіңдер. Ал қанеки балалар, назар аударыңдар. Менің қолымда сиқырлы қол шатыр. Сиқырлы қол шатырда сандар үлілі. Біз қазір барлығымыз айналана билейміз. Әуен тоқтаған кезде санды ұстап қаламыз да, сол санға жүгіріп тұра қаламыз. Санды атаймыз. Жақсы ма балалар? Қанеки, ал бастаймыз. Тоқта, әлі ерте. Ал еттік. Билейміз, көңілдірек. Бірге тұрамыз. Сендер 3 саны түсіпті. Тамаша. Қанеки, тағы бір рет. Кеттік. Шеңберге тұрамыз. Айлин. Ал балалар, тағы бір рет ойнап шығамыз. Қанеки, шеңбер құрамыз. Неге 6? 7 саны. Шатастырып алдық, е? Ештеңе етпей. Асылжан, сенде қандай сан? 5. Қане, айта қой. 5 саны. Тамаша, керемет. Тағы бір рет ойнаймыз ба? Қане, шеңбер құрамыз. Кеттік. Шеңбер құрамыз. Тез, меруер. Мені қолмен ұстамай-ақ қойдыр. Шеңбер құрамыз.
шеңбер. Ұстамай ма, жарым ұстамай. Кеттік. Ал, кеттік. Сиқырлы қол шабытта қандай салса айта ғой. Бір саны, тамаша. Әсия қандай сан? 6 жоным ол. Лейла? Қандай сан? 10 саны. Меруерт қандай сан? 3 саны. Қанша айта ғой? Тамаша, керемет. Барлығымыз тамаша ойнадық. Балалар, біз бүгінгі сабақта қайда саяхатқа бардық? Ғажайып сандарға. Тамаша, ғажайып сандармен таныстық, би-биледік, түстермен жұмыс жасадық. Топтық жұмыс жасау ұнады ма сіздерге? Тамаша, маған да сабақ өте ұнады. Ал балалар, білімімізді бекіту үшін бірден 10-ға санап шықсақ қалай? Қанеке, алақанымызды ашамыз. Саусақтарымызды жыбырлатамыз. Саусақ, қайда бізде саусақтарымызды жыбырлатамыз. Енді, ал, Эмир, саусақтарымызды ашамыз. Эмир, келе ғой, асыржан. Жарайды, жақсы. Шаршап қалдық, е? Ал, еттік санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша, керемет, біздің балалар қалай жақсы санайды? Қанеке өзімізге шапалақ ұрайық. Тамаша, өте ақылды біздің балалар. Балалар, сабағымыз, іс-әрекетіміз ұнады ма сендерге? Олай болса маған да ұнады. Көптен көп рахмет балалар. Өте жақсы қатыстыңыздар.